Ағарал жалпы білім беретін мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Несіпбай Балнұр Бақытжанқызы. 5-ші сынып, бөлім Аспан әлемнің құпиялары. Сабақтың тақырыбы аспан өрнектері. Оқу мақсаттары: тірек сөздер мен жетек сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Бағалау критерийлері: сұрақтарға жауап береді, пікір білдіреді, төл сөз бен төлеу сөзді ажыратады. Оқылым тапсырмасы: мәтінді оқып, аспанда қандай өрнектер барын, олар туралы аңызды бейне жазбадан тамашалап, оқылым мәтінімен салыстырыңдар. Сәлем балалар! Біз бүгін Қазақстан аспанында жыл бойы көрінетін 4 солтүстік шоқжұлдызбен танысамыз. Алдымен бәрімізге жақсы таныс жеті қарақшының үлкен ожауын тауып алайық. Жарық жеті жұлдыздан тұратын бұл астеризм үлкен аю шоқжұлдызы құрамында. Ол көктемде дәл төбеден көрінеді. Ожаудың шеткі екі жұлдызы Мерак пен Дубхені қосатын кесіндіні 5 есе соссақ, темірқазықты табамыз. Кіші аю шоқжұлдызының ең жарық жұлдызы темірқазық, кіші қарақшының немесе кіші ожаудың сабының ұшы. Темірқазық дәл солтүстік полюс үстінде тұрғандықтан, аспанға қағып қойған қазықтай орнынан жылжымайды. Ал аспандағы барлық басқа жұлдыздар оны айналумен болады. Темірқазық әрқашан солтүстікке нұсқайтындықтан, солтүстік жұлдыз немесе поляр жұлдызы деп те аталады. Оқылымнан кейінгі тапсырма: сұрақтарға жауап беріп, пікір білдіріңдер. Сұрақтар: белгілі бір суретті құрайтын жұлдыздар тобы. Жеті қарақшының пішіні неге ұқсайды? Аспанда неше шоқ жұлдыз бар? Бір орнынан қозғалмайтын жұлдыз. Темірқазық солтүстікке бағытталғандықтан, оны тағы қалай атайды? Жеті қарақшыға ұқсайтын жұлдыз. Аспан денелерінің тіршілікке тигізер пайдасы. Өз ойларыңды бір-екі сөйлеммен жазыңдар. Осы сұрақтарға жауап жазып, өз пікірлеріңді білдіріңдер. Ережеге назар аударыңдар. Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру жолдары. Төл сөзді төлеу сөзге айналдырғанда, негізгі өзгеріс төл сөздің тұрлаулы мүшелерінде болады. Екіншіден, бір жақтың орнына екінші бір жақ айтылады. Үшіншіден, автор сөзіндегі де етістігінің орнына айт, сөйле, сұра, бұйыр деген сияқты етістіктердің бірі айтылады. Төл сөзді төлеу сөзге айналдыру туралы түсінік қалыптастыру үшін сөйлем түрлерін анықтайық. Сөйлемдер: бірінші, ауа райы желтоқсан болысымен күрт суиды, деді атам. Екінші, жаңалықтардан ауа райының желтоқсан айында бірден суытатындығын хабарлады. Мына кестеге төл сөз бен төлеу сөзді тауып белгілеңдер. Екінші тапсырма: төл сөздерді төлеу сөздерге айналдырып жазыңдар. Үйге тапсырма: әдеби кітаптардан, газет-журналдардан төл сөздер мен төлеу сөздерді тауып жазыңдар. Бүгінгі өткен жаңа тақырыпқа байланысты сендерден міндетті түрде кері байланыс күтем. Олай болса, концептуалды кестені толтырыңдар.